Армысыздар, құрметті отандастар. Менің атым Какимов Әскербек Сәлімгерейұлы. Қостанай облысынанмын. Негізгі мамандығым заңгер, адвокатпын. Осы тіл жанашырлары, тіл майданы, тағы да осы ұлтжанды азаматтардың төңірегінде қызметіне қатысты өзімнің заңгерлік кеңесімді беріп жүрмін. Былтырғы жылдардан бері өзімнің қызметімді бастағалы. Жалпы өзімнің пікірімде солай ниеттеспін. Шынайы тәуелсіздік тек қана осы тіліміздің орнауымен қатар келеді деп ойлаймын. Тұспа-тұс біз қазіргі уақытта өкінішке орай мемлекеттік тілдің қолдану аяңасы өте төмен жағдайда. Мәселе басымдық тіл мемлекеттік тіл деп жазылса да, заңда да, ата заңымызда да шын мәнінде қазір осы қазақ тілінің пайдалану аясы орыс тілінің деңгейіне жетсе, соған да шүкір деп ойлаймыз. Сол үшін күрес жүргізіп, осы талап етіп қойып жатқан азаматтарға өзімнің заңгерлік көмегімді жасап, ол міндетім деп санаймын. Осы былтырғы жылдардан бері осы Ораза апайға бірнеше әкімшілік істеріне қатыстық, және Жұлдыз ханымға да осы Өскемен қаласындағы қазір WhatsApp арқылы қатыса беруге болады, азаматтық істіне қатысты өтініштер бойынша. Оның сыртында жақында Диасқа барып келдік, осы қылмыстық іс ашылып деген хабарын жеткізгесін. Жалпы басқа да осы ұлтжанды азаматтарға, жалпы өзіміздің отандастарға қажет жағдайда кеңесімді беруге дайынмын. Енді өзімнің негізгі жұмысым бар, бірақ сонда да мүмкіндік болғанша кеңес беріп отырамын. Сол үшін мен жаңағы өзімді қызметімді атқаруды ары қарай кеңейту үшін қоғамдық канал аштым. Сол каналды таныс ретінде осылай өзімді таныстырып, осы Жұлдызай апайымыздың кеңесімен осы роликті жіберіп отырмын. Олар өздерінің каналдарына қойып таныстырып өтеді. Сол көрермендерді ары қарай жазылып каналға атсалысуыңызды сұраймын. Сын пікірлеріңізді басқасы да бәрін де қабылдаймын. Қолымнан келгенше жауап беріп отыруға тырысамын. Осыған уақыт алып, алдағы уақытта егер стримдерге дейін жетіп жатсақ, белгілі күндер белгілеп, сол бойынша өздеріңіздің ашық немесе басқа жеке шаруаларыңыз болса, тікелей хабарласуларыңызға болады. Телефон сілтемесін де қалдырып отырамыз. Сол бойынша ары қарай жұмыс атқаруға болады. Негізгі жұмыс осы мынау тілге қатысты. Осы каналдың дамыту себебі біздің қоғамда болып жатқан кемшіліктер,